Сабақтың тақырыбы: мектеп жасына дейінгі балаларды санауға үйрету әдістемесі. Мақсаты: студенттерді мектеп жасына дейінгі балаларды жас ерекшелігіне қарай санауға үйрету жолдарын меңгеруге баулу. Жоспар: сан туралы ұғым, санау әрекетінің кезеңдері, мектеп жасына дейінгі балаларды санауға үйрету ерекшеліктері. Сан мен санау туралы түсініктер санға дейінгі сандық қатынасты қалыптастырудан басталады. Сан ұғымының дамуы. Математика ғылымының негізі мектеп жасына дейінгі кезеңнен бастап қолданылады. Мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыруда сан ұғымына ерекше көңіл бөлінеді. Жас баланы сан ұғымымен алғаш таныстырып отырған тәрбиеші үшін бұл ұғымның дамуының ұзақ жолын білу тек қызықты ғана емес, ол қажет те. Бұл болса, осы ұғымды игеруде балалардың қандай қиыншылықтарды жеңуге тура келгенін тәрбиешінің түсініп алуына көмектеседі. Санның шартты таңбасы цифр саннан едәуір кейінірек қалыптасты. Адам санды шартты таңбамен, цифрмен кескіндеуге үйрену үшін көптеген жылдар талап етілді. Цифрдің әр халықта пайда болуы әртүрлі. Жазбаша нумерацияны әр түрлерін уақыт өте келе ең қолайлы араб нумерациясымен санаудың ондық системасы ығыстырып шығарды. Мұнда натурал сандардың алғашқы тоғыздығының әрқайсысын белгілеу үшін 10 цифры мен 0 бар. Барлық натурал сандарды 10 таңба цифрлармен белгілеуге негізделген санау системасын ең алғаш 9 ғасырда өзбек халқының данышпаны Хорезмнен шыққан Мұсаның ұлы Мұхаммед дамытты. Оның еңбегі араб тілінде жазылған. Ол таяу шығыс халықтарының сол кездегі ғылыми тілі деп есептелген. Санау әрекетінің кезеңдері. 1 жас 6 ай мен 2 жас аралығында балалар жиынтықты әр түріне, нәрселерден, дыбыстардан, қозғалыстардан болған назар аударады. Жиынтықпен айлалы әрекет жасау балалардың алдағы санау әрекетіне пропедевтикалық қызмет атқарады. Бұл әсіресе нәрселермен істелінетін қозғалыс, бір сөздің, мысалы, міне, немесе тағы сөздерінің қайталана беруімен сүйемелденіп отырған жағдайда айқын бола түседі. Яғни бұл санау әрекетінің бірінші кезеңі. Санау әрекетінің екінші кезеңінде балалар, яғни шамалар мен жиындарды салыстыруға деген ынта пайда бола бастайды. Бөбектер өздерінің қолдарындағы заттарды бірінің үстіне бірін қою арқылы, яғни салыстыру нәтижелері қалыптаса бастайды. Санау әрекеті дамуының үшінші кезеңінде салыстырылатын жиындардың элементтерін салғастыру, сан есім сөздерін атауға келіп қосыла бастайды. Бұл кезеңнің дамуында едәуір дәрежеде оқыту себеп болады. Мұндай оқыту болмаған немесе дұрыс оқытылмаған жағдайда балалар жиын объектісі мен сан есімдердегі арақатынас тілдерін меңгере алмайды. Санау әрекеті дамуының төртінші кезеңінде мектеп жасына дейінгі балалар сан есімдерді рет-ретімен атауды айқын меңгереді. Жиынның әрбір элементінің санын дәл белгілеп бере алады. Олар қорытынды түріндегі соңғы санының мәнін меңгеріп қана қоймайды, сонымен бірге сан жиындардың кеңістік сапалық ерекшеліктеріне тәуелсіз. Олардың тең сандылығын көрсететін, олар әрқашан санның көрсеткіші қызметін атқаратынын түсіне бастайды. Бесінші кезеңінде балалардың білімі мен дағдыларына сүйене отырып, 6-7 жастағы балаға бірліктері әртүрлі тұратын жиынды үйретуге болады. Балалар санау бірлігі жеке нәрсе ғана емес, бүтін бір топ болуы мүмкін екенін меңгереді. Осындай топты санау бірліктің мәнін түсінуді тереңдете береді. Санау әрекеті дамуының 6-шы кезеңін негізінен мектептің 1-ші класынан түседі.
бірліктері әртүрлі негізден тұратын жиынды санауға жаттыға отырып, балалар ондықтарды санауды үйренеді. Яғни есептеудің ондық системасының негізін қарапайым түсінуге жақындайды. Санау әрекетінің өсу процесінде балалар бірқатар түсініктер қалыптаса бастайды. Мұнда санаудың жаңа түрі өлшеу пайда болады. Алдымен жеке заттарды, сонан соң топты санауды пайдалана отырып, қайсы бір ұзындықты әртүрлі шартты өлшемдермен, соңынан жалпыға бірдей қабылданған өлшемдермен, метрмен, сантиметрмен өлшеуді пайдалана отырып, сұйық және сусымалы денелерді алдымен шартты өлшемдермен, стакан, қасық, ал соңынан эталонмен литр, килограмм өлшей отырып, су мен ауаның температурасын градуспен өлшей отырып, уақыт ұзақтығы мен ағынның сағатпен, минутпен және тағы басқа өлшей отырып, балалар дамып, кеңейіп отыратын, барынша үлкен абстракцияға дейін өсе беретін сан ұғымын меңгереді. Балаларды санауға үйретудің бағыттары. Бірінші бағыты үлкен және кіші жиынды ажыратып, олардың элементтерінің санын санау негізінде. Екінші бағыты санау процесінің өзі. Мектеп жасына дейінгі балаларда сан және сандардың қатысы туралы түсінік ересектердің іс-әрекетінің көмегімен қалыптасады. Санау ұғымы адамның ойлау қабілетінің бірден бір жемісі. Сан туралы ұғым санау балаларда көрнекіліктердің көмегімен күнделікті заттарды қолдану барысында қалыптасады. Екінші кіші топта сан, көп, біреу, бір-бірден, бірде біреу жоқ ұғымдары туралы түсініктерін қалыптастыру, дағдыларын қалыптастыру, біртекті заттардан топтар құрастыру және олардың біреуін бөліп көрсету, бөлмедегі заттарды ажырату және олардың санын анықтау, заттарды салыстыру, заттардың бір тобын екіншісіне бірізділікпен беттестіру және қосу, заттарды бір қатарға реті бойынша бір бағытта солдан оңға қарай оң қолымен орналастыруға үйретеміз. Күтілетін нәтижелер. Бір затты топтан бөледі және топтарға біріктіре алады. Біртекті заттарды құрастырады және бөліп алады. Заттарды қатарға реті, шамасы бойынша оң қолымен солдан оңға қарай қояды. Екі қарама-қарсы және бірдей заттарды ұзындығы мен ені, биіктігі бойынша беттестіру және тұтастыру арқылы салыстырады. Ортаңғы топ балалары 5 көлемінде санау, заттарды үлгісі бойынша және аталған саны бойынша санау дағдысын қалыптастыру, сандар тәртібі бойынша атауға және қорытынды санды атауға, барлығы қанша сұрағына жауап беруге үйрету. Бірінің астына бірі екі қатарда орналасқан заттардың екі тобын салыстыруды үйрету. Теңдік және теңсіздік туралы ұғымдарды қалыптастыру. Салыстырылатын топтар 1 және 1, 1 және 2, 2 және 2, 2 және 3, 3 және 3. Теңді кем топқа үстемелей отырып, немесе артық топтан бір затты алып тастай отырып, екі тәсілме орнатуға, қанша еді, қаншасы қалды сұрақтарына жауап беруге үйрету. 5-ке дейінгі реттік санау дағдыларын дамыту, реттік сан есімдерді атау, нешінші саны бойынша қайсы сұрақтарына жауап беру дағдыларын дамыту, 5-ке дейін сандармен таныстыру, сандық топты белгілеу, әртүрлі сезім мүшелерінің көмегімен санау дағдысын дамыту, тура және кері бағытта 5 көлемінде санатып жаттықтыру, дағдыларын қалыптастыру, өзіне қатысты кеңістік бағыттарын анықтай білу, заттарды оң қолмен солдан оңға қарай орналастыру, өзінің дене бөліктерін бағдарлау және атау. Күтілетін нәтижелер. 5 көлемінде санай алады, сандарды ретімен атайды, теңдік және теңсіздік туралы ұғымдарға ие, шамасы әртүрлі 2-3 затты ұзындығы, биіктігі, ені бойынша өсу және кему ретімен орналастыра алады. Ұйымдастырылған оқу қызметінде түрлі дидактикалық ойындарды ойната отырып,
біздер балаларды санауға үйретеміз. Жемістерді сандармен сәйкестендір, ғажайып дорба, ретімен ата деген түрлі дидактикалық ойындарды жүргізуімізге болады. Ересектер тобы. 10 саны көлеміндегі сандар мен цифрлар туралы ұғымдарын қалыптастыру, оларды танып және атай білуге үйрету. 10 көлеміндегі санды тура және кері санауға жаттықтыру. Тең туралы ұғымдарын қалыптастыру, топтағы әртүрлі заттардың тең мөлшерін анықтай білуге үйрету, топтарды санау мен салыстыру арқылы санның мағынасын дұрыс жалпылау. Заттарды бірнеше бірдей бөлікке бөлуге болатыны туралы түсінікті қалыптастыру. Бұл бөліктерді атап, бүтін мен бөліктерді салыстыруға үйрету. Бүтінді түсінуге баулу. Бөліктен бүтін үлкен, ал бөлік бүтіннен кіші. Қарапайым мысалдар мен есептерді шеше білу дағдыларын бекіту. Күтілетін нәтиже. Жиынтықты құрамдас бөліктерін ажырата алады, 10 көлеміндегі сандарды біледі, оларды тура және кері санайды, қарапайым мысалдар мен есептерді шешеді, заттардың саны және шамасы бойынша арақатынастарын көрсететін математикалық терминдерді қолданады. Мектеп жасына дейінгі балаларды санауға үйрету кезінде қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі дәптерін қолданамыз. Яғни мектеп жасына дейінгі балалар сандардың өсу және кему ретімен орналастыруды үйренеді. Оның ішінде сан баспалдағын қолдануды үйретеміз. Яғни 1-ден 10-ға дейінгі сандарды тура және кері санауға үйретеміз. Сан баспалдағына дұрыс орналастыра білуге үйретуіміз қажет. Және сандардың құрамымен таныстырамыз. Мысалы 9 саны 1 менен 8-дің, 6 менен 3-дің, 2 менен 7-ның, 7 менен 2-ның құрамынан тұратын және санның бірліктерден тұратындығын үйретеміз. Сабақты қорытындылай келе, Надежда Константиновна Крупскаяның сөзімен аяқтағым келеді. Математика дегеніміз бұл білім тізбегі. Егер одан бір буын түсіп қалатын болса, бүкіл тізбек бұзылады. Кері байланыс. Ойды аяқта. Бүгін мен білдім, мен үйрендім, қолымнан келеді, қиындық тудырады.